Баяғы бір заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде шал шалқан отырғызады. Шалқан үлкен болып өседі. Бір күні шал шалқанды жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады, бірақ шалқанды шығара алмайды. Шал көмекке кемпірін шақырады. Ей кемпір, кел көмектесіп жүрсің. Кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, бірақ орнынан қозғалта алмайды. Кемпір көмекке немере қызын шақырады. Қызым, шамамыз келмей жатыр, келіп көмектесіп жіберші. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, тағы да суырып шығара алмайды. Немере қызы итін шақырады. Итім, бері кел, көмек керек болып тұр. Ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары тартады, бері тартады, шалқанды суыра алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Ей мысық, бері келші. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, ары жылқиды, бері жылқиды, шалқан шықпайды. Мысық болса тышқанды шақырады. Тышқан, бізге көмектесші. Жарайды, көмектесем. Тышқан келіп мысықтың құйрығынан, мысық иттен, ит немересінің етегінен, қыз кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстайды. Олар тарта-тарта ақыры шалқанды суырып шығарады. Барлығы қуанып, кемпір ас дайындап, бәрін дастарханға шақырады.